Расымен де бұрын ертегілерден оқитынбыз да, ата бабаларымыздың хас жаңағы батырларымыздың керемет Алланың жолында қызмет қылып, елімізді, жерімізді, дархан даламызды сақтап қалып, жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпай, сондай бір керемет кезеңдерді бастан өткізгенін білеміз, және ол бізге тәрбие, үлгі, әке шешеміздің де айтып кеткен амалдары сол болатын. Енді қазіргі уақытта көпшілік баю үстінде жұмыстанып жатыр. Енді бұл нәрселердің бәрі өзгереді. Неге десеңіздер, адамдар әсте бір пәсте деп келе жатыр. Рухани тұрғыда оянып, сол бір ата тегіміздің тастап кеткен батырлардың баталарын, ізгі сондай амалдарын жасауға, ұрпақтарымыздың дұрыс жолда болуына үлес қосуға барлық азаматтар мен азаматшалар кірісіп жатыр. Мен де қуаныштымын. Бұл жолға келуіме себепкер осы бір 16 жыл жарым уақыттағы аралықта жесірлік өмірімдегі жолдасымның, енді мен шыны керек жалғыз қалдым. Алды 13-тен кеткен, 10-да мүгедек, ерекше бала, одан кейінгісі 2-де, одан кейін жолдасымның жүзінен кейін босанған ер баламмен далада қалған кездерім. Қатты қиналдым, сыналдым. Алла тағала өзі сол бір сынақтардан шығарып өтті, бірақ мені шығарған кәдімгі тірі адамзат емес, өлген әруақ десем болады. Өйткені жолдасым түсіме кіріп шыр-пыр болып, сол ұлымды толғата алмай жатқанда түсіме кіріп қасына атасын алып келіп екеуі құтқарып қалды, аман-есен босандырып. Одан кейін сол біздің намазға келуімізді айтты, кешегіде аянымды айтып кеттім да. Енді бір аянда ол бізге түсіме тағы да бірде балам уже 2-ге тақап қалған, кішкентай балам. Одан үлкендеуі қыз балам еді ғой, 4-ге. Соны садикке орналастырып жүрген кезім, 5 күндік садикке аламыз, тек үйге 2 күнге қайтады деп сондай бір комиссия өткізіп жатты. Содан аяқ астынан кішкентай балам, сол комиссия келіп, сіздің жағдайыңыз жоқ екен ғой, ерекше бала бар екен ғой үйде деп, үйді тексеріспен акті толтырып сөйтіп жүрген кезімде қатты шаршағанмын, ұйықтап қалдым. Түсімде жолдасым кіріп, Ақбаука, саған сүйінші хабар бар, Алла қаласа баспаналы боласыздар, дұға тілектерді Алла тағала қабыл етіп жатыр. Мен сендер үшін әрқашан қуаныштамын, сен де біз үшін дұғада болшы деді. Сол кезде мен таң қалдым. Расымен де ол өлген жоқ па екен деген ойлар кетті. Шынында енді оны көрдім негізі қайтқан.